Жазушы Төлен Әбдіковтің «Қонақтар» әңгімесі бүгінгі күнде де өзектілігін жоғалтпаған үлкен әлеуметтік мәселені көтерген шығарма. Шығармада бар жүкті Ерғабыл шалдың ой толғанысы, іс-қимылы, сөзі мен өзгелермен қарым-қатынасы көтеріп тұр десе болғандай. Курорттан қайтып келе жатып, соғып кететіндігінен хабар берген, жылына бір рет қана келіп кетер баласы Сапабекті күткен әкенің ойы, арманы. Жаратқаннан күтер тілегі бар, бірақ оны сөз саптасымен немесе қимылымен білдірмесе, ашып көрсетпейді. Ұлттық болмыстан айырылып бара жатқан жалғыз баласы Сапабектің табыстары, жер дүниені кезіп, шетелдерде болып көпті көргендігі әкі үшін мақтаныш емес. Қол басы, омырау тұсы ашық киім киген, орысша сөйлеп, ауыл тұрмысына жат қылықтар көрсеткен келіні Томаға да қазақша түсінбейтін немересіне де шалдың көңілі толмайды. Ерғабыл шал үшін түтінін өшірмей, қара шаңырақта ұстап қалған ұрпақ қана адал сүт емген, атан алдындағы парызын өтеген бала. Ауыл адамдарына әңгіме айтып, көсіле сөйлеп отырған баласын сөзден зеки тиюында да, кетерінде немересін тастап кетуге қимаған баласына «Алып кет өзіңмен бірге, оқыт, өзіңдей қаңғыбас етіп шығар» деп түнере сөз айтуында да осы бір шалдың баласына деген наразылығы айқын сезіліп отырады. Ерғабыл шал ұлттық болмыс пен құндылықтарды сақтаушы, қара шаңырақ деген киелі ұғымды қастерлеуші тұлға. Сапабек әкесі үшін парыз, қарыз, борыш ұғымдарын ұғына жете түсінбейтін, бүгінгі күнмен ғана өмір сүруші бала. Көтерген тақырыбы ауыр болғанымен, сөз орамдары мен айшықты сөздер еркін қолданылған шығарманың тілі жеңіл, оқушыны баурап аларлық сюжеттер желісі айқын.